Мынау кең байтақ қазақ елінің, қазақ жерінің бір бөлігі. Не деген әдемі көрініс. Қазақ халқын осындай табиғатта қыстаудан жайлауға, жайлаудан қыстауға көшіп, малын көбейтіп, өмір бақи мал өсірумен айналысқан. Bir сөзбен айтқанда, бұл мал табу. Бұрын біздің қазақ елінде ақша табу деген мағына болмаған. Менің ұғымым бойынша. Қазақ елі дүниесін, мүлкін бәрін малмен санаған. Сонда олар деген ақша табу, дүние табу, мүлік табу деген мағына болмаған. Бұның барлығы бір сөзбен мал табу деген мағынамен болатын. Сонда барлық дүниесін малмен санаған. Ағайын, қазақ жерінде тұрып, осындай табиғатта неге мал өсірмеске? Қараңыздашы. Бәріміз қазіргі мына қиын қыстау заманда, мына карантин кезінде, мына жаман індет Қазақстанға келіпті жеткенде, барлығымыз осы азық-түлік программасын ойлауымыз керек. Бәріміз ауылда тұрғаннан кейін, біреуміз жеміс, біреуміз көкөніс, біреуміз жидек өсіріп, біреуміз мал өсірейік. Ағайын, мал табайық. Мал тауып, малмен байық. Мал деген ол береке, мал деген ол байлық. Мал табайық. Бізбен бірге болыңыз. Мал табумен болыңыз.